Білім бұлағы, білім өмір шырағы. Армысыздар, құрметті кітап сүйер қауым, оқырман, құрметті біздің қатысушыларымыз. Республикалық оқу-құштар мектеп жобасы аясында Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасының білім беруді дамыту орталығы педагогтер арасындағы кітапхан кітап оқу сайысының 20-шы апталық шығарылымын бастағалы отырмыз. Бүгінге дейін жобамызда түрлі тарихи шығармалар, мемуарлық, ғұмырнамалық, эссе хамсалар, ірі көлемді, орта көлемді әңгіме жанрлар қамтылған болатын. Дәл бүгін сол ізбен біз алдарыңызда бүгінгі 20-шы апталық шығарылымның қатысушыларымен таныстырғалы отырмыз. Ендеше бүгінгі біздің қатысушыларымыз ең алғашқы болып шығатын номері 14-ші Әл-Фараби атындағы мектеп гимназиясының директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары Байсымақова Қамажай Әсеновна. Қорғайтын кітабы Насреддин Сералиев «Аңсау әңгімесі». Екінші қатысушымыз Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қашағанова Аягөз Сакеновна. Қорғайтын кітабы Сакен Жүнісов «Ахан сері дилогиясы». Үшінші қатысушымыз Шорнақ жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қойшыбаева Гүлнұр Төреханқызы. Қорғайтын кітабы Мұхамеджан Дүзенов «Ақ әже әңгімесі». Төртінші қатысушымыз Бірлік жалпы орта мектебі директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Қыдырбай Гүлшат Әбжаппарқызы. Қорғайтын кітабы Мұхтар Мағауин Қыпшақ аруы. Бесінші қатысушымыз номері 51-ші Дәуір жалпы орта мектебінің математика пәні мұғалімі Үсен Гаухар Маратқызы. Қорғайтын кітабы Бейімбет Майлин Күлпаш шығармасы. Ендеше, құрметті қатысушылар, барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Регламент уақыты 5 минут. Бүгінгі сайысымызды бастайтын Байсымақова Қамажай Әсеновна. Қамажай апай, осындасыз ба? Сәлеметсіздер ме? Осындамын. Бастай беріңіз. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Менің бүгінгі оқитын кітабым Насреддин Сералиннің «Аңсау» әңгімесін оқимын. Бұл «Аңсау» әңгімесі, Насреддин Сералиннің әңгімесі жалпы атаға деген сағынышы, баланың атаға деген сағынышы, және де сол кездегі әйелдің парасаттылығы, ізеттілігі, сонымен қатар ауылдан келген атасын қалалық баланың сонша сағынып күткендігі. Енді бұл әңгіме негізі кешқұрым бастарылады. Кешкі уақытта бес қабатты үйдің көлеңкесінің маңайында бір ата отырады. Оған талдың маңайында балдар жүгіріп келіп, қасында жүгіріп келеді. Жалпы әңгіме былай өрбиді. Мақпалкөл деген совхозда Қалдыбай деген қарт кісі өзінің баласының үйлену тойынан кейін есік ашуға, базарлық алуға қалаға келеді. Сөйтіп, сол қалаға келіп, түрлі заттар алуға келеді. Барлық заттардың қымбатына, арзанына, ештеңесіне қарамай затты тезірек алып, үйіне қайтқысы келеді. Өйткені бензиннің иісі, қаланың ауасы атамызға ұнамайды. Сонымен сөйтіп, олар барлық затын алып болғаннан кейін, ол кісі автобус кетіп қалған, пойызбен жүру әуре сарсаңға түседі деп, аэропортқа қарай тез жылдам жүре бастайды. Сөйтіп, аэропортқа қарай барса, сол кезде совхозға ұшатын ұшақ ұшып кетіп бара жатады. Енді үлгермедім ғой деп, енді қайда барамын, қалада ешкімнің үйі жоқ дейді да, ол жаңа неге қонақ үйге барғысы келеді. Сөйтіп, бір қонақ үйді тауып алып кірсе, қонақ үйде паспорт сұрайды. Ал атаның паспорты үйінде қалып кеткен. Ол қарт кісі оны білмейді. Сонымен паспорты жоқ болғаннан кейін бір көп қабатты үйдің маңайына барып отыра кетеді. Не істеймін енді деп. Сол кезде бір топ бала ағаштың талдың арасынан жүгіріп келеді. Сөйтіп, бір бала атаны ыстық көріп, жүгіріп, ата қайдан келдің деп алдынан шығады. Сол ата қайдан келді? Ата түсінбей қалады. Ата бауырсағың қайда дейді. Сол кезде ата әлі де түсінбейді. Ата жүр, үйге барайық деп жетектеп, 5-ші қабатта үйіне алып кетеді бала. Баланың сөзіне ерген ата не істерін білмей қалады да, бала орыс тілде сөйлейді,
толық қазақша сөйлей алмайды, бірақ алып кетеді. Ата таң қалып қалады. Сөйтеді де үйіне барады. Үйіне барғанда есікті бала тоқылдатып, мама, ата екеуміз келдік дейді да. Сөйтіп есікті аш дейді. Сөйтіп есікті ашса, анасы есікті ашады. Есікті ашқанда анасы тура атасынан аунымайтын кісіні көреді. Ол атасынан аунымайтын кісі, бұл атасы емес, бірақ соған ұқсайтын кісі болады. Өйткені бағанағы әйел, келіншек, оның қайнатасы 1 жыл бұрын қайтыс болып кеткен болады. Ал бірақ сол кезде қайтыс болған кезде немересі ауырып больницада жатады, ауруханада жатады да, оның бір уыс топырақ салуға атасының қайтыс болғанына сенбейді. Сөйтіп дәл атасы сияқты алдынан шыққанда қуанып кетіп, өзінің сондай жүрек жарты қуанышын анасымен бөліскісі келіп ертіп алып келген болады. Сөйтіп ата бауырсағың қайда деп қайта сұрай бастайды. Оны сасқан ата бір қулыққа асырып, мен бағана самолетте алжып ұмытып кетіппін деп сөйтеді. Қолында дорбасы болады оның. Сөйтіп сол жерде енді аман-жанды түсініп алғанша қарт кісі дорбасынан ашқан, қапшығынан ашқанда, 2 қапшығының шетінде құрт болады. Сол құртты береді. Сөйтеді да бағанан көрген анасы шақырады Ермекті. Ермекжан, сенің құртын атан бауырсақ ұмытып кетіпті, құрт алып кепті дейді. Атасы оған әрдайым ауылдан келгенде бауырсақ алып келеді екен. Сөйтіп отыра кетеді. Ермек құртты алып далаға шығып ойнап кетеді. Сол ойнап кеткеннен кейін, ата сен кетіп қалма, мен сен қасында боламын, қасында жатамын деп айтады. Сөзі толыққанды жалғауымен айтылмағанымен, бірақ ата түсінеді. Бағана үйдегі анасы, келіншек, айтады атасының 1 жыл бұрын қайтыс болғанын, осындай Ермектің оның әлі білмейтінін, атасын сондай сағынып күтіп жүргенін біледі. Атамны ұстайтынын біледі. Уақытымыз жетіп қалды, шығарманы қорытындыласаңыз. Жалпы бұл жерде атасы сол баланың жалпы ата дегенді, мысалы, ауыл баласы, қала баласы атасының сағынышын, сол атаны көргенде қуанышымен бөлісіп, сондай неған көреді да, оқиға желісі атасымен бірге келіп жатады, ұйықтайды, атасымен барлық істейтін іс-әрекетті қайталайды, сонымен барлығына рұқсат береді, көңіліне жас алады келіншек, әкесі көргенде бір марғайып қалар еді, есіне алар еді деген болады. Және де ата азанда таңғы ұйқыда, Ермекжан ұйықтап жатқан кезде өзі келіншекке айтады, мен Мақпал көл совхозында тұрам, Қалдыбай деген атамын, осы ата деп айтсаңыздар, барлығы мені таниды, келіңіздер, балам әкесімен бірге келсін деп сөйтіп айтады, өзінің тілеуін береді. Ал Ермекжан шырт ұйқыда ұйықтап, түсінде бауырсақ көріп, жаңбыр жауып тұрған сияқты бауырсақ шашылып тұрғандай болады. Бірақ атасын қанатты аттар, ат деген менің сәйгүлігім бар ма, атым бар ма деп сұрайды атасынан сол жерде. Сол кезде ұйықтап кетерін алдында. Сол кезде ат бар, сәйгүлігім бар, ол ат бәрінен де жүйрік дейді. Сол самолеттен, ұшақтан да жүйрік па десе жүйрік дейді. Сол атты жүйрік атпен ұшып жүріп, аспаннан бауырсақ шашылып жатқан түспен ұйықтап кетеді. Оқиға желісі осылай аяқталады. Жалпы мен бұл кітапты ұсынамын оқуға. Негізі Нәсіреддин Сералиннің автор осының кітабы бар, одан бөлек таңдамалы шығармалары бар. Қазіргі дамыған заманда, ақпараттық дамыған заманда көп адамның кітап оқуға деген уақыты болмаса да, көптеген телефонда біз отырамыз. Сондықтан мен ұсынамын, әдебиет порталына кірсеңіздер, сіздер қалаған автордың шығармасын оқи аласыздар. Сонымен қатар Кітап.kz деген сайтқа кірсеңіздер, тіркелсеңіздер, арнайы көп көлемде емес, аз көлемде ақша тіркелсеңіздер, оған аудио тыңдалым тыңдай аласыздар. Және де бұл шығарманы, тек бұл шығарма емес, барлық авторларымыздың шығармаларын тыңдай аламыз. Сонымен қатар түсінікті. Енді сізге сұрақ, әңгімедегі кейіпкерлерден қандай адами қасиеттерді көруге болады? Қандай адами қасиеттен көруге болады? Негізі атасына деген, мысалы, үлкенге ізеттілік көруге болады, анасының парасаттылығы, сол кездегі қазақи
әйелдің өзіндік кішіпейілділік, үлкенге деген құрметін, әкесін, атасының сағынышы, және де ол жерде адамдардың қарым-қатынасын сондай бала, ауылдың баласы, қаланың баласы болса да атасына деген сағынышы, осының барлығын сипаттайды. Сондықтан бұл аңсау сүйіспеншілік, жалпы адамға деген мейірімділік көрінеді. Рахмет Қамажай апай. Келесі қатысушымыз. Бір ауыз айтайын. Бір ауыз айтсам бола ма? Ренжімесеңіз. Адамды адам еткен, Әбіш Кекілбаев айтады ғой, адамды адам еткен кітап дейді, адамзат еткен кітапхана дейді. Сондықтан барлықтарыңызды осы 105 кітапты оқуға шақырам, және де ол барлығымызға танымдық қабілетіміз ашып, жаңа бір өзімді көңіл күй, және де барлығымызға өзіміз іздегеніміз таба аламыз деп ойлаймын осы кітапта. Рахмет. Келесі қатысушымыз Қашағанова Аягөз Сәкеновна. Аягөз апай, осындасыз ба? Қамажай апай, арамыздан ажырамаңыз. Бізде барлық қатысушылар қорғап біткеннен кейін ашық сұхбат жүргізіледі. Аягөз апай? Саламатсыз ба? Естіліп тұр ма мені? Естіліп тұр. Жақсы, бастай берейін, Бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті кітапхан жобасының ұйымдастырушылары және кітап сүйер қауым. Менің бүгінгі талдайтын теңдессіз туындым Сәкен Жүнісовтың Ақан сері роман диалогиясы. Жалпы романды жазбас бұрын Сәкен сері көптеген архив мұрағаттарын ақтарып, көнетөз қариялардың аузынан осы Сәкен Ақан сері туралы көптеген деректерді жинақтаған. Сондықтан болар, жалпы өмірдегі Ақанның, әдебиеттегі Ақандай бейнесі керемет, бейнесінде тамаша образын жасап шыға алды. Романның жалпы басталуы да өте қызық. Ағадыр Қарауыл елді мекенінде жылқы малына қырғидай тиген тайыншадай шолақ құйрық қасқырды сипаттай бастайды. Бұл қасқырдың аты Біршек. Біршек қасқырды ауыздықтаған Ақан сері, аңшы Ақан сері болып табылады. Міне осы кезде Ақан өзінің оқырманымен алғаш қауышады. Ақан бұл кезде қандай? Қалыптаспаған, бүкіл көкше еліне сал сері деген аты жайылған, нағыз ер азамат, сонымен қоса ат бегілік, құс бегілік, ит бегілік, саятшылық, аңшылық өнерімен де ерекше көзге түскен, қалыптасқан ірі тұлға болып көрінеді. Романның ары қарай желісінде Ақтоқты мен Ақанның арасындағы үлкен махаббат, Ақтоқтыдан Ақанның тірідей айырылуы керемет драматизммен сипатталып кетеді. Романның екінші томында біз Ақан серіні мүлдем басқа қырынан байқаймыз. Егер де ол өнер адамы болатын болса, бірінші томда, екінші томда Ақан, ол азаматтық бейнесі ашыла бастайды. Ақан күрескер, халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, халық үшін күрескен ірі тұлға болып қалыптаса бастайды. Соның бір дәлелі Сағынай астында патша мұрагері Николай Алексеевичтің алдында қасқайып тұрып, халықтың мұңын, жоғын, арман тілегін жеткізуінің өзі үлкен бір ерлік деп есептеймін. Мінекей, патша ұлына, царевичке қарсы сөйлеу үшін қандай жүрек, қандай батылдық керек десеңізші. Романда Ақан күрескер болып көрінеді. Романда сонымен қоса имеген иттерге бас. Аягөз апай, біз сізді естімей қалдық. Аягөз апай, осындасыз ба? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жалғастыра беріңіз. Яғни романда біз Ақанның күрескерлік бейнесін байқай бастаймыз. Әсіресе Хадиша қызды зұлымдық шеңберінен алып шығуы, Батыраш сияқты, Нұртаза сияқты үстемтап өкілдерімен күресінің өзі Ақанның бейнесінің сондай жоғары өр екендігін көрсетеді. Роман соңында Ақан құлагерінен айырылады. Құдай қосқан қосағы Үрқиядан, және де Хадиша қыздың өз-өзіне қол салуының өзі Ақанды бір үлкен жанына сызат түсіреді. Романның соңына қарай Ақан оқшау өмір сүреді. Жалғыз Мұлқа ұлын қасына алып, үнсіз, айдала жапан түзде
мініп жүрер аты жоқ, сойып жер малы жоқ, жоқшылық тауқыметін көреді. Жалпы романды үстірт оқыған оқырманның көкейінде неге автор осындай асқақтатып келіп, өнер иесін осындай бейшаралық Аягөз апай, интернетіңіз сіздің біраз жұмыс жасамай тұрған секілді. Ақанды неге соншалықты бейшара күйге келтірді деп сұрауы мүмкін көптеген оқырман. Жоқ, бұл жерде Ақан бейшара күйге түскен жоқ. Керісінше, Ақанның бойындағы бүкіл сызаттың барлығы, Ақанның бойындағы жаңағы... Аягөз апай, уақытыңыз аяқталды, шығарманы қорытындыласаңыз. Жақсы. Сөз соңында Сәкен Жүнісовтың Ақан сері романы талантты ақын мен шебер жазушының үндесуінен шыққан туынды дейміз. Сондықтан романнан алған әсерімді Ілияс Жансүгіровтің сөзімен бергім келіп отыр. Тұсында сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірімен Ақан маған. Құрметті кітапсүйер қауым, Ақан сері роман диалогиясын оқуға сіздерге кеңес беремін. Оқыңыздар, өкінбейсіздер. Рахмет, Аягөз апай. Сізге сұрақ, осы романдағы оқиға қай кезеңде болған? Қай жылдар аралығында? Тамаша сұрақ. Өте керемет сұрақ қойдыңыз. Роман жалпы Ақан серінің өмірін ғана сипаттамайды, сонымен қоса 19 ғасырдың екінші жартысындағы тарихи әлеуметтік жағдайды, қазақтың мойнына қылбұрау болып оралған отарлық саясатты және де әйелдің бас бостандығының жоқтығын, бай мен кедейдің тартысын керемет сипаттап береді. Нақты тарихи оқиға 19 ғасырдың екінші жартысы. Жақсы, рахмет. Келесі біздің қатысушымыз Қойшыбаева Гүлнұр Төреханқызы. Гүлнұр апай, осындасыз ба? Аягөз апай, арамыздан ажырамаңыз. Саламатсыздар ма? Мен даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, бастай беріңіз. Жақсы, саламатсыздар ма, құрметті кітапсүйер қауым? Мен Сауран ауданы Шорнақ жалпы орта мектебінің қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі Қойшыбаева Гүлнұр Төреханқызы. Менің оқыған әңгіме деп кеттіңіз жаңа, бірақ бұл повесть Мұхамеджан Дүзеновтың Ағаже деп аталатын повестін оқыдым. Бұл қазақ әйелдерінің, қазақ аналарының, әжелерінің образының өте керемет екендігін, дүние төңкеріліп жатса да, ол өзінің ана образын көрсете алатындығын дәлелдейді. Повесть бірнеше бөлімдерден тұрады. Оқиға Қоңырөзек деп аталатын өте бір керемет көк майсалы миуалы жерде басталады. Шығарманың басы Қоңырөзектің керемет бір табиғатын суреттеумен, пейзажбен басталады. Бұл жерде шаршап шалдыққан халықтың барлығы келген кезде Ағаженің жағдайы қалай, аман сау жүрме, көшегін үйлендірді ме деп амандық саулық сұрайды осы жерден, осы ауылдан өткен жердің барлығы. Автордың өзінің атынан баяндалады шығарма. Автор Қоңырөзек ауыл жігіттері жер кіндігі Қоңырөзек деп атайды. Себебі Қоңырөзектің тамаша көк майсалы жерлеріне ештеңе жетпейді. Әсіресе оның адамдары біз үшін өте қымбат деп суреттейді. Сонымен қатар бұл жердегі ерекше образ Ағаже дейді. Осы ауылдың барлығына бір жұмбақ нәрсе, Ағаженің шын есімін ешкім білмейді дейді. Бұны мен де естіген емеспін дейді. Сонымен қатар осы жаңағы Ағажемнің талай мехнатты басынан өткерсе де, мойымай барлық қиындыққа қарсы тұра білгендігі, сонымен қатар көшегі үйленді ме деп халық сұраған кезде оның қысылуы, өйткені өмірде ол кісі 7 құрсақ көрсе көтеріп, алтауын жер қойнына тапсырған, сондай ауыр азапты көрсе де, жаңағы көшегін, ең кіші баласын үйлендіруді армандайды. Бірақ сол көшекті үйлендіретін сүйген қызы Жаңыл атты өзімен аталас 8-ші атаның қызы болады. Бірақ осы 7 атаға дейін қазақта қыз алмайтын дәстүр бар ғой, сол дәстүрге сай дұрыс емес ол екеуінің үйленуіне қарсы болады ауыл адамдары. Сондықтан Ағажесі бұл 8-ші ата болса да үйлендіруге дұрыс деп шешім қабылдайды. Бірақ ауыл адамдарының жаңағы кері пікіріне қарсы тұра алмайды. Осы шығармада Ағаженің керемет бір жаңағы ауылдың үлкен дана әйелі екендігін суреттейді.
Және автор осы шығармада 13 жасар кезінде жетім қалады. Өйткені осы Қоңырөзекте Жал деген өзеннің айналасында тұрған 40 шақты күйкілеу тіршілігі бар ауылдың ішіндегі болған оқиға бұл. Осы жерде жаңағы автор әкесі Қорған бөгет деп аталатын Жал өзеніне бөгет салудың сондай жұмыспен айналысады. Алғаш осы несіне ағажесіне келген кезде айтады, сол недегі ағаженің қасындағы тумалас несі Жарман жынды деп атайды, ол кісіні. Сол кісі айтады, сен мына жетімекті де бауырың алдың ғой, ертең бұл сенің сорың болады деп айтады. Осы сөз авторға ерекше жүрегіне қанжардай қадалатын бір сөздің бірі болып есептеледі. Бірақ ағажесі ерекше мейіріммен, үлкен жаңағы тәлім тәрбиемен өсіреді. Ненің автордың өзі 13 жасарында әкесінен айырылып, әкесі Қорған бөгетті салдырам деп, сол бөгеттің бұзылуынан әкесі қайтыс болып кетеді. Осыдан кейін ол үлкен өмірдің жаңағы теперішін көреді, әділетсіздіктерге тап болады. Мектептегі ең жаңағы үздік оқитын оқушыны мектепке барған кезде мұғалімдері алдыңғы партадан артқы партаға ауыстырады. Сонда ол өмірдегі үлкен әділетсіздіктерге тап болғандығын баяндайды да, бірақ сол Қорған бөгеттің бұзылуына себепкер болған осының әкесі Естеміс Үркенбаев деп халық бұның әкесін жау санайды. Сол себепті де оның айналасындағы адамдар да, мектептегі достары да, ауыл елі де бұл жаудың баласы деп есептейді. Бірақ әкенің бойында, 13 жасар баланың бойында екі түрлі әке болады. Бірі еліне жаңағы апат әкелген, қайға келген, Қорған бөгетті бұздырған жау әке болса, екіншісі сол елім халқым деп Қорған бөгетті салдыру үшін үлкен еңбек етіп, қолына қалам мен сызғышын алып, үне күндіз-түні еңбек еткен әкенің образы қалып кетеді. Бірақ өзінің әкесінің жау екенін, немесе халықтың қамын ойлайтындығын 13 жасар бала мәнісіне жетіп, жаңағы бағалай қоймайды. Сөйтіп, ол әкесінен жетім қалады. Одан кейін оның әкесі аурушаң, әкесі қайтыс болғаннан кейін аурушаң анасы әкесінің қайғысын көтере алмай, ол да қайтыс болады. Содан кейін барып бұл 13 жасар Ерқанат әжесінің, ақ әжесінің қолына келеді. Бірақ ақ әжесі өзінің туған әжесі емес, тумалас ағайындас жаңа әжесі болады. Бөлдік, уақытыңыз аяқталды, шығарманы қорытындыласаңыз. Бұл шығармада негізінен керемет дүние төңкеріліп жатса да, қаншалықты қиындық болса да, өзінің жаңағы ана қазақ әйелдерінің жаңағы ешқандай мүжілмейтіндігін, барлық қайғыны да қайқайып тұрып қарсылатындығын көрсетеді осы шығармада. Және бұл шығарма 1942-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ әйелдерінің қаншалықты үлкен еңбек еткендігін және ұрпақ үшін, отан үшін жаңағы соғысқа кеткен азаматтарын жаңағы азаматтарына үлкен тылда еңбек еткендігін суреттейтін шығарма. Сонымен қатар шығарманың соңында осы Ағаже деген аттың кім екендігін табады. Өзі бала шағында айтады ол әжесіне, мен сіздің есіміңізді мен табамын деп айтады. Сонда жаңағы шығарманың ең соңында әкесі Қорған бөгетті бұзған жау адам болады ғой, соны ақтап алу үшін бұл үлкен оқу орнына барады. Сөйтіп, әкесінің арманы бұл үшін қымбат болады. Әке арманын мақсат ету үшін оқуға кетіп бара жатады. Сол кезде жаңағы Көшек деген баласы бар еді ғой Ағаженің. Сол үйленіп, содан туған Үміт деген қыз болады. Сол Үміттің атын Ағаже өзі қояды. Сол кезде Үмітті таппай қалады да, бұл Үміт деп қатты айқайлайды. Осы кезде Ағажесі беті қызарып, кімнің жаңағы Ерқанаттың бетінен сүйеді. Ол осы кезде ғана оның Ағажесінің атының Үміт екендігін табады. Бала ең соңында екі мақсатқа қол жеткізеді. Бірі жау әкесін ақтап алады, Қорған бөгетті салдыру үшін үлкен әкесінің арманын орындайды. Екінші, ақ әжесінің есімін мен табамын деп айтады ғой шығарманың басында. Соның ең соңында ақ әжесінің есімін табады. Ақ әжесінің есімі Үміт болады. Яғни осы жерде ақ әжесі оған үлкен көп тәлім тәрбие береді, қазақтың ұлттық тәрбиелерін біледі, жеті атасын білуге үйретеді. Сонымен қатар былай дейді, ақ әжесі бір сұрақ қояды, үлкен мәні бар сұрақ қояды. Өмірде дейді барлық қажеттіліктерін алған адам
өмірден бай ма, әлде барлық бойындағы байлықты, жақсылықты жұртқа берген адам бай ма дейді да. Ол шығарманың соңында осы сұрақтың жауабын табады. Яғни менің әжем осы адамдардың екінші тобына жатады екен. Бүкіл бойындағы байлықты халыққа бере білген бай адам екен деп әжесін суреттейді. Сонымен қатар әжесінің түрлі аңыз хикаяларын жаңағы естіп өседі да осы шығармада. Сонда ана жануарлар мен ананың суретін қатар алып суреттейді. Сонда жануарлар да өзінің баласы үшін жан пида болатын, сонымен қатар қазақ әйелдері де өзінің отбасы үшін және жаңағы ұрпағы үшін жанын қиятындығын қатар алып суреттейді және дәлелдейді де. Осы шығармада аға жиеннің жанына жиналған қыздары да келіндері де барлығын дұрыс жолға салып, бүкіл жаңағы сол елді басқаратын дана әйел болып суреттейді. Біздің қазақ әдебиетінде білесіздер ме, көптеген әжелердің образы бар ғой. Біздің Абайды тәрбиелеген Зере, кімді Бауыржанды тәрбиелеген Қызтумас, Мұқағалиды тәрбиелеген Тиын сияқты әжелер бар ғой. Осындай ұрпақтар сабақтастығын осы шығармада тағы да Мұхамеджан Дүзенов дәлелдей біледі да, әже образы арқылы осындай үлкен азамат тәрбиелегендігін көрсетеді. Яғни әженің тәрбиесі біздің қазақ қоғамында бүгінгі таңда да жаңашылдығына баға беретін болсақ, маңызды екендігін көрсетеді. Әженің аңыз ертегісі, хикаясы әрбір айтқан ондағы қазақ ұлтының азаматы болып дұрыс қалыптаса білуіне жол ашады. Рахмет. Тағы да айтайын ба? Рахмет. Бізде барлығы уақыт шектеулі, өкінішке орай. Басқа қатысушыларымызға да уақыт қалуы керек. Енді сізге сұрақ қояйын, нақты әрі қысқа жауап берсеңіз. Көпшілігі танымас деп ойлаймын. Мысалы, Мұхамеджан Дүзенов деген кім? Есімі ұмытылып бара жатқан ақын жазушылардың қатарында ғой. Мұхамеджан Дүзенов деген есімі ұмытылып бара жатқан жазушылардың бірі екен. Мен өзімде бірінші аққанда таң қалдым. Бұл Қостанай облысы Жангелдин ауданында туылған. Яғни сол 1924 жылы 76 жылдардан бастап осындай үлкен жаңағы романдар жазған. Әке болғым келеді, Тілектің хикаясы деген сияқты көптеген роман, повестер жазған жазушы екен. Әсіресе Ұлы Отан соғысының жылдарында көп шығармалар жазған жазушылардың бірі екен. Рахмет. Өте тамаша талдау болды. Гүлнұр апай, арамыздан ажырамаңыз. Келесі қатысушымыз Гүлшат Абжаппарқызы. Осындасыз ба? Гүлшат апай. Гүлшат апай, біз сізді күтудеміз. Микрофоныңызды қоссаңыз, камераңызды барлығын. Жақсы, ендеше Гүлшат апай қосылғанша келесі қатысушымыз Үсен Гаухар Маратқызын шақырсақ. Гаухар апай, осындасыз ба? Бейімбет Майлиннің Күлпаш шығармасын талдайтын болады. Гаухар апай. Болды. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің есімім Үсен Гаухар Маратқызы болады. Мен Дәуір жалпы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі боламын. Менің таңдаған шығармам Бейімбет Майлиннің Күлпаш шығармасы болады. Неге мен бұл шығарманы таңдадым? Себебі бұл шығармада Бейімбет Майлин осы ашаршылық заманындағы, яғни 1920-30 жылдардағы нағыз қазақ әйелінің, қазақ отбасының қалай қиналғандығы туралы, не үшін қиналғаны туралы десе, бұл жерде Ресей империясының қолдан істеген ашаршылығы осы қазақ халқының санын азайту үшін олар қасақана ашаршылық ұйымдастырып, осы қазақтар көбейіп кетсе бізде зардабы тиеді деген мақсатпен соншама қазақтарды, соншама жазушыларды, ақындарды қуғын-сүргінге ұшыратқан болатын. Енді бұл шығарманың желісіне келетін болсақ, Бейімбет Майлин бұл жерде басты кейіпкеріміз Күлпаш, яғни Күлпаш бұл жерде өзінің отбасында
тозығы жеткен қара үйде, тозығы жеткен киіммен және қара пештің түбінде жағылмаған суық үйдің ішінде бүрісіп жатқан баласымен бейнеленген. Енді бұл жерде Күлпаш өте қатты ашаршылықтан зардап шеккен. Күйеуі Мықтым күніге таң атқаннан кеш батқанға дейін азық іздеумен көшеде жүреді, яғни азық іздеп келеді. Тым таппаса да күніге кешкісін әйтеуір үйге қайтып, үйінің жағдайын біліп кететін әдеті болатын. Бұл күндердің бір күнінде, яғни жаңағы Күлпаштың сіңлісі болады Раушан деген. Ол Раушан Жұмағазы деген бір байдың қол астында жалданып, сол арқылы ақша тауып жүрген сіңлісі. Сол арқылы күн көріп жүрген болатын. Ол Раушан жаңағы Күлпашты үнемі келген сайын жаңағы Жұмағазы деп оны азғыратын болады. Сен Жұмағазыға тисең жегенің артында, жемегенің ішкенің алдында, ішпегенің артында болады. Сен нағыласың деп, бұл үйді не істейсің, Мықтымды нағыласың, өлесің де қаласың ғой бір күні деп бір келеді. Ол кезде Мықтымды қайтем, Қалижанымды қайтем деп қимастықпен баласы мен күйеуін ойлап отырады. Енді оларды ойламай қайтсын, Мықтым бұл жерде жаңа Күлпаштың жастайынан екеуі қосылып, отбасын құрып, ыстық суығын бірге көріп жүрген жолдасы болатын. Кім де болсын ол кезде қимастықпен жолдасын ойлайды ғой. Енді бір рет келді, уже арада біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы Раушан тағы да келеді. Ай, апам-ау, өлетін болдың ғой сен бұлай жүріп деп, Күлпашты әбден үгіттейді. Бұл жолы енді Мықтымды ойламай, тек қана баласын ғана ойлайды. Оны тіпті Мықтымды ойлауға шамасы да келмейді. Ол ашаршылықтан әбден ана іште отырып, суықтықтан әбден өзі шаршап, қажып біткен болатын ол уақытта. Енді жаңағы кім, Раушан сіңлісі, жүр сен менен бірге, мен Жұмағазы да сені сұрайды деген сияқты қылып, Жұмағазыға әбден үгіттеп, уже кім Күлпаш шешім қабылдап қояды. Болды, мен кетем деген сияқты, бірақ қимастықпен жаңағы Мықтымға қалай айтарын білмей, баласын қалай тастап кететінін білмей. Енді бұл жерде Күлпаш оларды мүлдем тастап кетем деген ойында болмайды ғой. Кішкене ойға барып, жағдайымды жасап алғаннан кейін баламды алдырамын, яқта жолдасыма да қарап тұрам деген оймен кетеді. Енді кеткенде жаңағы кімді күйеуі келеді сол күні кешкісін. Ары қарайды, терезеге бері қарайды, анда-санда тұрып, баласы да, яғни Қалижан орнынан тұрып, әже, әкем келді ма деп сұрап қояды. Жоқ, ауыр күрсініп, жоқ, келген жоқ деп жауап береді. Кейін үйіне келгеннен кейін есік шиқылдап, есік ашылады. Есік ашылған кезде жаңағы жолдасы Мықтым кіріп келеді. Әкем келді деп жаңағы кім баласы сөмкесіне үңілумен болады. Сөмкесіне үңілген кезде ондағысынан не пайда, бірақ сөмкесі бос болады. Қалижан жаңа пештің түбіне оранып, басын соғып, ары қарай жатуын жалғастыра береді. Кім Күлпаш әңгімесін бастап, әй, енді біз не істейміз деп қойып, Мықтымға әңгімесін бастайды. Өлеміз ба, не істейміз, өлсек көреміз деп жаңағы Мықтым өзінің Күлпаштың не айтарын білмей отырады ол кезде. Кейін әңгімесін бастағаннан кейін барып, мен кетейін жаңағы Жұмағазыға тиейін деп, сен бізді қайтпексің деп сұрап, ақыры Мықтым да оған көнеді. Кейін Күлпаш кетеді бұл жерде. Кеткеннен кейін арада бір 20 күндей өтіп, осындай көктемнің осы бір күндері деп алсақ та болады, себебі наурыз айы деп бейнеленген кітапта. Ол кездің өзінде, ол заманда өте қатты қыс болатын еді ғой наурыз айында. Сондай қыста жаңағы Жұмағазының үйінде уже Күлпаш бәйбіше болып жүрген кез болатын. Ол Жұмағазы неге Күлпашты алды? Себебі оның бірінші әйелінен мүлдем баласы болмаған тұғын. Тұяқ жалғастыратын адам керек деп осы Күлпашқа көз түскен болатын Жұмағазының. Кейін осы Күлпаштың оған тигенімен, тұрмысқа шыққанымен, не күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан. Гаухар апай, уақытыңыз аяқталды, шығарманы қорытындыласаңыз. Шығарманың соңы былайынан аяқталады, яғни жаңағы Күлпаш ол үйге барғанмен күнде түсінде Мықтым мен Қалижанды көретін болады. Сөйтіп жүріп қойнына ары бері амалын тауып, қойнына бір кусок, яғни бір мынандай етін алып, салып, тығып, жүгіріп, қуанып үйіне бара жатқан кезде, үйін жаңағы бір атасы көріп, жаңа ауылдың бір ақсақалы көріп, бірдеңе айтайын десе, оған да қарамастан, ол алды артына қарамай, баласы мен жаңағы күйеуіне асығып бара жатқан жерінде үйдің сыртын көргеннен бастап, ол уже жүрегі
жаңағы қатты соғып кетеді, себебі ол үйдің есігін алдын күрелмеген, уже біраз уақыт бері адам тұрмаған үй екені көрініп тұрады. Енді үйге кірген кезде үйдің даладан түскен жарықпен жаңағы пештің түбінде құшақтасып жатқан әкелі баланы көреді. Ол қуанып кетіп, қарағым, қарағым деп жақындай барған кезде, ол кезде уже ешқандай дауыс шықпағаннан кейін ол қатты қорқып, олардың өмірден өтіп кеткеніне көз жетеді. Бұл жерде осы Бейімбет Майлиннің бұл шығармасы тек қана бұл шығармасында ғана емес, көптеген шығармаларында осы замандағы осындай қазақ халқының қалай қиналғандығы туралы бейнеленген. Және де Бейімбет Майлин осы Қостанай облысында дүниеге келген ғой, Бейімбет Майлин ауданында. Енді ол жақтағы көптеген ақын жазушылар, жаңа Ахмет Байтұрсыновта осы қазақ балаларының білім алуына, қазақтардың сауатын ашуға көптеген нелер күш жұмсаған. Соның несінде сауаттылықты жою деген кітаптары, бірнеше кітаптары бар. Бұл кітапты оқыған кезде мен өте қатты әсерлендім, тіпті жылап қалдым дейтін болады. Бұл шығармада ақын жаңағы Бейімбет Майлин жазушымыз өте керемет бейнеленген. Жаңа Күлпаштың орнына өзімді қойып, әбден есіме алдым. Басқаларға да кеңес беремін осы кітапты оқуға. Рахмет. Сізге сұрақ, Күлпаш қандай кейіпкер? Сіздің көз алдыңызда ол қалай елестеді? Менің көз алдыма елестеген кезде бұл жерде Күлпаш мынандай өзі әбден қиналған, шаршаған, осы аштық, енді не істейді, аштықтан әбден жаңағы шаршап, әлжуазданып кеткен кейіпкер ретінде бейнеленген. Ол қанша мықты, мен мықты боламын, мен бұған қарсы тұрамын дегенмен, бірінші жаңағы жұмыс істеген кезде көнбейді ғой. Жоқ, мен нелерімді, баламды, күйеуімді тастамайын деген сияқты оған көнбейді. Ал енді екіншісінде келген кезде оның мықтылығының барлығы сөніп қалған, бойындағы әбден басылып қалған. Бірақ соның өзінде оның жаман дегенде мен болды, балам мен күйеуімді тастап кетемін деген ой болмайды ғой ода. Мен барып, кішкене өзімнің жағдайымды реттеп алғаннан кейін барып, кішкене күйеуім алдыңғы өз мықтымға көмектесем, одан кейін Қалижанды жаныма алдырып алам деген сияқты оймен кетеді. Бірақ енді олысы орындалмай, жаңағыдай жағдайға тап болады ғой. Рахмет, Гаухар апай. Келесі қатысушымыз Гүлшат Әбжаппарқызы. Осындасыз ба? Микрофоныңызды қоссаңыз. Гаухар апай, рахмет, арамыздан ажырамаңыз. Гүлшат апай. Алло. Естіп тұрмыз, бастай беріңіз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Түркістан облысы Ордабасы ауданы адами әлеуетті бөлімінің бірлік жалпы орта мектебінің тәрбие жөніндегі орынбасары Қыдырбай Гүлшат Әбжаппарқызы. Менің сіздермен бөліскім келіп отқан кітабының авторы Мұхтар Мағауин «Қыпшақ аруы». Бұл жерде естіп тұрмын апай сіздерге? Алло. Я, естіліп тұр. Бұл жерде жазушы Мұхтар Мағауиннің өмір баяны туралы және мүсінші Санжар туралы әңгімеленеді. Мұхтар Мағауин жазушы ақын КСР комитетінің орталық комитеті кезінде жазған еңбектерінің барлығы жоғарыға өтпей, қынжылып жүрген уақытта көшеде келе жатқанда, көше қиылысында Санжар деген мүсіншімен жолығып қалады. Санжар деген мүсінші бұған сенің жасы 25-те, мен 30-дамын. 30-да болсаңыз, сіз біраз жетістіктерге жеттіңіз, бірнеше атаға абыройға иесіз. Мен әлі болсам ешқандай жетістікке жете алмай жатырмын, еңбегімнің нәтижесіне қол жеткізе алмай жатырмын, қынжылып әңгімелеседі. Сен ол кетпе, сен бір әңгіме баста, мен саған көмек беремін дейді. Солай екеуі, бұл үшінші болады Санжар деген кісі. Санжар өзін сенің бір күні шақырды, Мұхтарды Мұқан деп сөйлейді, шақырған кезде келген кезде жүрек дәм татып алайық жынысы жатып алып, жүрек жалға алып, арғы екінші бөлмеге шеберханасына кіргізеді. Мұқан Санжарды, мен сенің тірі неңді
не жасайын ба мүсінді дейді. Жоқ, маған бұндай керек емес түрі, нем жасамай ақ қойыңыз, қашқа, бұндайға мен қарсымын, адамның рухы кетіп қалады дейді. Олай болса мен қыпшақ аруын жасап шығарамын деп, және өзінің мүсін жасайды. Бірақ 9 айға дейін келіспеуіміз керек, бір-бірімізден жолықпауымыз керек. Тек қана телефон арқылы сіз менімен хабарласа аласыз дейді, жарайды дейді. Сөйтіп бірнеше деді, Мұхтар өзінің әңгімесін ары қарай жазып бастай береді. Бір күндердің күнінде 2 ай өткен кезде Санжар қоңырау шалды Мұхтарға. Мұхеке, қалай сіздің еңбегіңіз нәтижесі қалай, әңгімеңіз жазып бастар ма, шығармашылықтарыңыз қалай болып жатыр деген кезде жазып жатырмын. Бірақ әрі қарай не боларын деп өзімде ары қарай не боларын деп ойланып күні түні еңбек етудемін дейді. Жоқ, сіз ерінбеңіз, мен жұмысым дайын болған кезде мен сізді шақырамын дейді. Жарайды деп шақырады. Сол кезде 9 айдың жүзі болған кезде бұл жерде Санжар қоңырау шалып Мұханды шақырады. Мұхан деп сөйлейді ол кісіні, Мұхтарды. Ол не болып қалды, бұл кісінің денсаулығы жоқ еді. Не бір ақын жазушылар осыдан 32 елге келген кезде, мысалы, Қосша Мүсіпов, Мұғалім Мақатаев, сол сияқты ақындардың біраз денсаулығынан сыр беріп, дүниеден өтіп кеткен. Бұл кісінің денсаулығы жоқ еді, шақырма деп бір уайыммен барады. Кездесуге барған кезде әдеттегідей жүрек жалғап алып, екінші шеберханасына бөлмесіне кіреді. Шеберханасына бөлмесіне кірген кезде мен жасап мүсінді бастадым, бірінші қыпшақ аруынан бастадым, бірінші оның бетін, қыпша белін, қамзолын, толық бейнесін жасауым керек, бітпейінше көрсетпеймін деп оған уәде берген. Бірақ міне сол күнге жеттім. Жаңа өзінің мүсінін салып қояды, Санжар деген мүсінші. Сөйтіп ашып көрсетеді, аша тура өзінің баяндағандай Қыпшақ аруы қазақ халқында өмір сүрген, тарихымызда болған, Айбегім деп аталған сол кісінің бейнесін көреді. Сөйтіп және өзінің мүсінді айнытпай кең иықты қазақтың батыры кезінде салған. Бұлай екеуінің мүсініне көріп таң қалады. Енді Мұхтар дейді, Мұхеке дейді, мен өтінішім бар дейді. Жарайды, қалай өтініш дейді. Мен саған қазір шеберхананың кілтін беремін. 3-4 минут уақытың бар дейді. Сол кезде сен айтатын ойың болса айтып мен жоқ болып кетемін дейді. Жарайды деп ол сол егералықта 3-4 минут уақыт өтеді. Ол бейнені салған кезде тас мүсінді жәндегі Санжар менен Қыпшақ аруының қолдарын бір-біріне жақындатып қол ұстастырып қойған. Тағы да бір қарайыншы деп атқа бұрылған кезде жағы Санжар мүсінші жоқ болып кетеді. Бұл денесі тітіркеніп, шошынғаннан есігін құлтамастан шығып кетеді. Қой, жа есікті құлтамадың қой, тағы да ішке кірейші деп қайта кірген кезде екінші жоғарыға көтеріп. Уақытыңыз аяқталды, шығарманы қорытындыласаңыз. Шығарманы қорытындылай келе, бір жерде жазушы Мұхтар Мағауин бұрынғы замандағы мен тарихи, бұрынғы заманмен қазір тарихи байланыстыра отырып, байланыс жасап, сол кездегі біздің жазушыларымыздың, мүсіншілеріміздің тәуелсіздік алған кезімізде жетістікке жетіп, Қыпшақ аруының бар екенін әлемде белгілі болып, жастарға тәлім тәрбие етіп, егеменді елден кейін бұл кісі солай тарихта тарихи қиялмен жазған кітап. Тарихи қиялмен кітап жазып шығарған. Және Мұхтар Мағауин жәндегі сөз соңында өзінің 86 жылдан тәуелсіздік алған жылдан кейін өзінің осы Қыпшақ ару кітабын бұрынғы еңбектері еселеніп көрмеген осы мүсінші арқылы өзінің кітабын жарыққа шығарып жетістікке жеткенін, тәуелсіздікке тұтас келгеніне мақтан тұтып жариялайды. Рахмет. Гүлжет апай, сізге сұрақ. Мұхтар Мағауин қай өңірдің тумасы?
Мұхтар Мағауин 1940 жылы туылған, 2 ақпанда Семей облысының тумасы. Оның Шыңғысхан, Аласапыран деген тәуелсіздік кейінде бірнеше кітаптар жазған. Рахмет. Құрметті оқырман, құрметті көрермен, біздің кітапсүйер қауым, біздің бүгінгі қатысушыларымыз өз шығармаларын қорғап бітті. Қазір алдарыңызда сауалнама шығады. Сол сауалнамада қай қатысушы өз кітабын дұрыс таңдай білген, сөз сөйлеу мәнері, өзін ұстау мәдениеті барлығына аса қатты мән беріп қарасаңыздар, және де дауыс беру бізде еркін форматта жүргізіледі. Яғни аса мұқият жауапкершілікпен қарайсыздар. Дауыс беру нәтижесі аяқталғанша, бізде кітап оқу жарыс жобасына Болат Өтемұратов қоры қолдау көрсетті. Яғни Steppi and the World баспасының Harry Potter және тағы басқа көркем әдебиеттерді ұсынды. Ендеше, құрметті көрермен, Steppi and the World баспасынан қандай кітаптар шығады екен? Яғни кітапхан жобасында қандай кітаптар жүлде қорына қосылды, барлығымыз бірге таныса отырайық. Дауыс беруде барынша әділ болыңыздар. Steppi and the World баспасы. Баспаның негізін қалаушы Раиса Қадырқызы. Моңғолияда туып, көп жыл таяу шығыс Ұлыбритания, Германия мен Нидерландта тұрған. Каирдағы Америка университетінде саясаттану және гуманитарлық бағыттар, Лондон университетінде шығыстану, Erasmus университетінде қаржылық менеджмент саласы бойынша білім алған. 2016 жылы баспа ісіне дейін қойып, Джулия Дональдсонның Ақын қоян және Груфало, Эрик Карлдың Қомағай жұлдыз құрт, Анна Франктың күнделігі кітаптарын қазақ тіліне аударған. Раиса Қадырқызы Гарри Поттер кітабымен алғаш таныстығы жайында былай деп баяндайды. Гарри Поттер туралы бұрыннан білемін, бірақ Роулингтің қиял ғажайып әлемімен 30 жастан асқан шағымда таныстым. 2012 жылы 6 жасар ұлыммен бірге Гарри Поттердің бірінші кітабын ағылшын тілінде оқи бастадық. Кейінірек әпкем Ұлыбританиядан Гарри Поттердің барлық 7 кітабын сыйға келіп берді. Күнде кешкісін балама ертегі орнына оқып жүрген кітаптан ерекше әсер алдым. Шығармадағы оқиға желісі баланы былай қойғанда ересек адамның өзін қызықтырып, қиялын алға жетелеп отырады. Гарри Поттер кітаптары Италияның дүкен сөрелерінде итальян, Германияда неміс, араб мемлекеттерінде араб, Түркияда түрік тілінде тұрады. Гарри Поттерді моңғол, өзбек тілдерінде де таба аласыз. Өзім Моңғолияның қазағымын. Ол жақтағы диаспора қазақ әдебиетін, тілі мен өнерін сағынып, соған жақын болсақ деген ойда жүреміз. Алматыға бір сапарымда кітап дүкендерін аралап, қазақ тілінде сапалы әдебиет таба алмадым. Тәуелсіз елде халық қалай өз тілінде кітап оқымайды деген сұрақ маза бермеді. Өйткені қай елге барсам да сол халықтың тілінде шыққан кітаптарды көремін. Кез келген істе адамның ниеті маңызды. Бірақ әлі де қазақ тілінде сөйлейтіндер ауылдан келген, қазақ тілі заманауи емес деген стереотиптер бар. Адамдардың арасында орысша сөйлесем ойымды дұрыс жеткіземін, заман көшінен қалмайтын жаңашыл адам болып көрінемін дейтін тренд байқалады. Өткенді өзгерте алмаймыз, бірақ қазіргі жағдайға оң әсер ету өз қолымызда. Осындай оймен, қазақы санамен 2017 жылдың соңында Гарри Поттерді қазақ тіліне аудару үшін рұқсат алу процесін бастадық, дейді автор өз естелігінде. Бүгінгі таңда ұлыбританиялық жазушы Джоан Роулинг жазған 7 томдық қиял ғажайып Harry Potter сериясымен осы кезге дейін Азқабан тұтқаны, От сауыт, Жасырын бөлме, Феникс алқасы бөлімдері қазақ тіліне аударылды. Steppi and the World баспасының мақсаты қазақ тілінде сөйлейтін ұрпақ қалыптастыру. Steppi World Publishing баспасы көбіне балалар әдебиетімен жұмыс істейді. Баспада 50% балалар әдебиеті, 40% ересектерге арналған көркем әдебиет, 10% мотивациялық кітаптар деген ережені
басшылыққа алған. Балалар әдебиеті баспа жұмысының негізгі бағыттарының бірі. Алдағы уақытта Нарния шежірелерінен бөлек әлі жарыққа шықпаған қазақ ертегілерінің топтамасы, жапон мангасы, яғни комиксі Нарутоны қазақ тілінде сөйлетуді жоспарларына енгізіп отыр. Құрметті қатысушылар, барлықтарыңыз осындасыздар ма? Дауыстарыңызды қоссаңыздар, камераларыңызды барлығын. Кітап оқу сайысында дәстүрлі сұрақ жауаптар бар. Біз бүгін сіздермен Абай Құнанбайұлының бір шумақ өлеңін талдайтын боламыз, яғни соның мағынасын ашамыз. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Осы бір шумақтың өлеңінің мағынасын ашып бере аласыздар ма? Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Құрметті ұстаздар. Ол ше, айтсам бола ма? Иә, әрине. Жүректе қайрат болмаса деген, былайша Абайдың өлеңі адамға барлығымызға тәрбиелік мәні бар. Адамда қайрат күш болмаса, жүректен шыққан сөз жүрекке жететін негізі. Барлығымыз соны ой салатын, жүрек пен ақыл бірлесе отырып, соның барлығын жеткізе алу керекпіз. Бұл өлең жалпылама адамда күш жігер болса да, адамның жүрегінде өзінің күшін жігерін болса да, жүрегімен, ақылымен, парасаттылықпен барлық нәрсені шеше алу керек деп ойлаймын. Рахмет, Қамажай апай. Келесі кім қандай ой қосады? Жүректе қайратыңыз болмаса, ешқандай да ештеңеге қол жеткізе алмайсыз. Сізде күш қайрат болмаса. Абайдың толық адам философиясының өзі ақыл қайрат жүрекке негізделеді ғой. Сондықтан жүрегіңізде қайрат болмаса, сіз ешқандай да өмірде алға қойған мақсаттарыңызға жете алмайсыз. Ақылыңызды, жүрегіңізді, қайратыңызды, ақылыңызды жүрегіңізге бағындыра алмасаңыз, өмірдегі алда қойған мақсаттарыңызға жете алмайсыз, хайуанша өмір сүресіз деген мағынаны айтып тұр Абай. Жақсы, Аягөз апай, Гүлшат апай, Гаухар апай. Естіліп тұр ма менің сөзім? Иә, естіліп тұр. Жалпы бұл Абай Құнанбаевтың өлең жолдарын мен бүгінгі басты қаһарманым Ақан серіге келтіргім келіп отыр. Шын мәнісінде адамның жүрегінде қайрат болмаса, адам ешқашан көкейіндегі ойын айта алмайды ашық. Ол үнемі бұғып қалып, жасқаншақтанып отырады. Ал ондай адам хайуаннан артық емес дегенді айтып тұр. Ақан сері де басын тау мен тасқа созған жоқ па? Осы шындығымды айтам, ақиқатты айтам, халықтың мұңын айтам деп күрескен жоқ па? Мінекей Абайдың да айтып отқаны сол деп ойлаймын. Сенің жүрегіңдегі қайратың мен айтқан ойың бірдей үндесу керек. Сонда сен нағыз азаматтық биікке шығасың деген ойды айтқысы келіп тұр деп топшалаймын. Рахмет, Гүлшат апай, Гаухар апай, сіздер қандай ой қосасыздар? Бұл жерде жүректе қайрат болмаса, яғни ақын өлең шумағын бір рет қайталап жібересіз ба? Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Яғни бұл жерде жаңағы апайларымыз айтып отыр ғой, Абай Құнанбаев дегеніміз өзі нағыз бір философия деп айтсақ болады. Ол кісінің жүрген жолы, ол кісінің айтқан әрбір сөзін біз өзімізге ұран ретінде, өзіміздің өміріміздің бір сәулесі ретінде қарастырсақ болады. Енді бұл жерде ақынымыз нені айтқысы келіп тұр? Жаңағы адамдар қара ниетті болатын болса, адам өзінің жаңағы жүрегіндегі түкпіріндегі жарық сәулесін оята алмаса, ол қара пиғылдағы кез келген адамның бойында жақсы қасиеттері, мысалы, не сөз бар ғой, қарақшы анадан қарақшы болып тумайды дейді ғой, яғни өзінің бойындағы жақсы қасиеттер кез келген адамда болады. Соларды оятып, жақсы соған қарай әрекет ететін болса, ол кез келген мақсатына, кез келген арманына орындай алады деп айтып тұр
ал және де өзінің ақылына оған сүйенбейтін болса, ол хайуанша өмір сүреді, яғни оның өмір болмайды, әркімге сондай жаман пиғылдарын ойлап, арам ойлар іске асырумен болады деген ойды жеткізіп тұр деп ойлаймын. Рахмет, Гүлшат апай. Микрофоныңызды қоссаңыз. Гүлшат апайда бүгін интернет желісі біраз кедергі келтіріп тұр. Бұл жерде мен Абай атамыздың әрине Абай атамыздың қай өлеңдерін мәнерлеп ешқандай біз Абай атамыздың өлеңдерін Гүлшат апай, арамыздан ажырап кетті ғой деймін. Жақсы, ендеше келесі бір сұрағымызды қояйық, сонымен біз бүгінгі қорытынды шығарамыз. Бернард Шоудан бір күні бір журналист сұраған екен, бос уақытыңызда немен айналысасыз деп. Мен бос уақытымда достарыммен қыдырамын, балдарыммен серуендеймін, көп уақытымда отбасыма арнаймын, өзімнің жеке өміріме арнаймын деп. Сонда кітапты қай уақытта оқисыз дегенде, мен кітапты бос уақытта емес, оны оқуға арнайы уақыт бөлемін деген екен. Ал сіздер аптасына, айына, жылына неше рет кітап оқисыздар, және де қаншалықты кітап жәрмеңкесіне барып тұрасыздар? Мен айтсам болады ма? Кітап жәрмеңкесіне жиі барып тұрасыздар ма? Иә, әрине. Кітап адамның жан азығы ғой. Кітаппен адам барлық нәрсені таба алады кітапта. Досыңды да табасың. Әрбір жазушы, ақын болсын, соның кітабын оқи отырып, соның жалпы жазған шығармасының мән-мағынасын түсінесің. Мысалы, менің кітабымда бағана әңгімемде сондай Нәсіреддин Сералиннің мейірімділікке толы екенін білдім да мен. Соны бала жүректі сонда аңқылдап қалғаны сезіледі да аурасы. Мен былайша кітап мен көп оқимын. Мен былай айтқанда мен арнайы уақыт бөліп оқимын. Кітап жаным сүйеді. Одан басқа да Алматы кітап баспасына мен арнайы кітаптар алдырып тұрамын. Өзіміздің күнделікті жұмысыма да байланысты. Кітап жәрмеңкесіне қалмауға тырысамын. Арнайы заказбен де кітап алдыртамын мен, өзім шын айтқанда. Маған ұнайды кітап оқыған. Рахмет. Мен кітап оқитын адам. Келесі. Мен өзім негізінен математика пәні мұғалім болғанымен, осы мектепте таңертең бестен кейінгі сабақтарым болады. Содан бос уақыттарымда осы кітапханада Жанара апайымыз екеуміз отырып, кітаптардың барлығын жинап қойын. Осы менің алдым негізі кітап оқуға былайына қатты қызығушылық болды деп айтсам, өтірік айтқан болармын. Осы жұмысқа тұрып, осы мектепке келгелі, осы Жанар апай, сен давай осылай кітап оқиық деп, осы жұмысқа тұрғалы мен бірнеше кітап болады. Осы кісіге рахмет айтам, және осы оқуға құштар мектеп жобасын балдардың, мұғалімдердің оқуға деген құштарлығын арттырып отырған. Осы менің арасындағы бос уақыттарым болады ғой, окошкалар дейді ғой. Сол уақыттарда осы кітапханада болып отырам десем де болады. Сол уақытта көптеген кітаптарды оқимын. Осы Күлпашпен де сол уақытта танысып, өзіме қатты андай осы немен андай жақын тарттым да, осыны давай мен осы шығарманы алайын деп апайға ой тастадым. Енді және де әрбір кітапты оқыған сайын бар ғой, неше түрлі әлемге түсесің. Мысалы, бір кітапты оқысаң, басқа әлемге түсесің, ана кітапты оқысаң, әр әлемге түсесің. Маған көбінесе, маған кез келген әртүрлі жанрлар ұнайды. Мистик жанр бар, драма, мелодрама, барлығы ұнайды. Мен андай бөліп жармаймын да, кез келген бағытта оқи беремін. Себебі мен оларға қызығамын. Және айтқым келгені, бізде әзірге кітап көрмесі деген нәрсеге мен өзім барып көрмегенмін, бірақ олай ұйымдастырылып жатыр дегенде де естіп көрмегенмін. Бірақ мектептегі кітапханалардан, кітаптарын алып оқимын. Тамаша. Гүлнұр апай, Аягөз апай, сіздер не дейсіздер? Мен жауап берсем болады ма? Иә, әрине. Мен жалпы кітапты өте көп оқимын.
қарап отырсаңыздар, мінекей көрініп тұрса, Ақан серінің 2 томын мен 5 күнде оқып шықтым деп айтсам болады. Кітапты бастасам, түн ұйқымды қойып, күні-түні осы кітап оқумен боламын. Және де кітап менің саяхатым. Мысалы, Ақан сері романын оқысам, мен анау қазақтың 19 ғасырдың 2-ші жартысындағы тарихи жағдайға баратын болсам, бүгінгі күнде мен Магиканың соңғы тұяғы деген кітапты бастадым. Енді мен осы Америка құрама штатына үндістердің жалпы менталитетіне, үндістердің мәдениетіне бел ұрып, соларды танып біліп жатырмын. Ол жақтадағы, ол шығармада әсіресе отарлық саясат қатты шығармада сипатталады. Міне, қазіргі күнде осы Магиканың соңғы тұяғы атты шығарманы құшына оқу үстіндемін. Кітапты менің жаным сүйеді. Кітап оқыған кезде менің жаным жадырайды деп айтсам болады. Тамаша. Гүлнұр апай? Мен кітаптарды менде жиі оқимын деп айта алмаймын, бірақ қазақ тілі әдебиеті мұғалімі ретінде оқушылармен бірдей оқимын әрбір тақырыпта. Мен осы соңғы уақыттарда Дулат Исабековтің шығармаларын, Гауһар тасты қайта оқып шықтым, Әпке повесін, Дерменені қайта оқып шықтым. Сонымен қатар Абай жолын осы жақында отпускіде 3-ші рет оқып шықтым деп айта аламын. Әр оқыған сайын мен жаңағы басқа қырынан 20 жылдарындағы оқыған кітаптар жас кезде оқығанға қарағанда басқаша әсер ететіндігін айта аламын. Рахмет. Құрметті көрермен, оқырман, кітапсүйер қауым, біз ендеше бүгінгі кітапхан кітап оқу сайысының 20-ші апталық шығарылымның қорытындысын барлығымыз бірге шығарайық. Кім жеңімпаз атанды екен, кім айлық кезеңге жолдама алды екен, барлығымыз бірге білейік. Әділ бағасын берді деп есептейміз өздеріңізді. Ендеше кітапхан кітап оқу сайысының 20-ші апталық шығарылымында жүлделі 3-ші орын алған Қыдырбай Гүлшат апайымыз. Гүлшат апай қосалды екен арамызға. Ол кісіде интернет желісі біраз кедергі келтіріп тұр. Келесі кітапхан кітап оқу сайысының жүлделі 2-ші орын иегері Қашағанова Аягөз. Аягөз апай, біз сізді құттықтаймыз. Кітапхан кітап оқу сайысының 20-ші апталық шығарылымында апталық кезеңде жеңімпаз атанып, айлық кезеңге жолдама алған Қойшыбаева Гүлнұр апай. Гүлнұр апай, біз сізді құттықтаймыз. Рахмет, көп күшті. Түркістан облысы Адами әлеуетті дамыту басқармасы білім беруді дамыту орталығы оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы аясындағы кітапхан кітап оқу сайысының апталық кезеңіне белсенді қатысып, жеңімпаз атанғаны үшін Қойшыбаева Гүлнұр Төреханқызы марапатталады. Гүлнұр апай, жеңісіңіз құтты болсын. Және де біздің кітапхан кітап оқу сайысының жүлдегерлеріне біздің сыйымыз бар. Бірінші орын алған Гүлнұр апай, сізге Step and Word баспасының Анна Франк кітабын сыйға тарту етеміз. Екінші орын алған Қашағанова Аягөз апай, сізге отбасы хрестоматиясының балалықтан даналыққа кітабын сыйға тарту етеміз. Және де жүлделі 3-ші орын алған Қыдырбай Гүлшат апайымызға мазмұндама баспасының ақылды бала кітабын сыйға тарту етеміз. Жүлделеріңіз құтты болсын. Алдарыңызда дауыс беру нәтижесі шығып тұр. Байсымақова Қамажай 11%, Қашағанова Аягөз 26%, Қойшыбаева Гүлнұр 27%, Қыдырбай Гүлшат 25%, Үсен Гаухар 11%. Бұл жерде Байсымақова Қамажай апайымыз бен Үсен Гаухар апайымыз теңдей түскен екен дауыс нәтижесі, яғни екеуі де 4-ші орын иеленді. Гүлнұр апай, сөз кезегі өзіңізде, бір айтар сөзіңіз болса. Рахмет. Осы жобаны ұйымдастырушыларға, сізге Құттықыз апай, үлкен рахмет айтамын. Мен осы жоба барысында алғашқыда онша мән берген жоқпын, өйткені қарбалас жұмыспен, мектептің жұмысымен мені кітапханашы апай ұсыныс жасап,
сенің қолыңнан келеді, қатыспайсың неге деп қамшылап алып келген еді. Мен өте қуаныштымын, керемет мотивация алып, осындай әріптестермен танысқаныма қуаныштымын және тәжірибе жинақтадым. Сонымен қатар бір кітап болса да ұмытылып бара жатқан жазушының жаңағы ана тақырыбындағы қазақ әйелінің образын аша түскендігі мен үшін тағы да бір үлкен рухани байлық деп айта аламын. Сіздерге, ұйымдастырушыларға үлкен алғыс білдіремін. Маған қолдау білдірген әріптестеріме алғыс білдіремін. Сонымен қатар әрқашан жаңағы дүние төңкеріліп жатса да өзінен мейірім нұры шашып тұратын аналар мерекесі келе жатыр алда. Үлкен бақыт пен шаттық тілеймін барлықтарыңызға. Бүгінгі таңда біз жаңағы көбінесе бүгінгі шығарылым өзі ана тақырыбында сияқты, барлық менің шығармалардың көбісінде ана образын ашқан сияқтымыз біз. Сондықтан көктемнің алғашқы мерекесі құтты болсын. Әрқашан биік жетістіктерден, биіктерден көріне берейік. Қолдауларыңыз үлкен, рахмет қолдауларыңыз үшін. Сіздерге де көп рахмет. Аналардың табаны 8-5 бағаны. Кімдер оны сыйласа, ризалықты табады. Сөйтесің сан сынақтан, жайыласың жұмақтан. Егер де сен анаңды өмір бақи сыйлап өтсең, және де әйелдер қауымы алдағы келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймыз, және де өмірдің мәні де, сәні де өздеріңіз деп білеміз. Құрметті біздің оқырман, көрермен, кітапхан кітап оқу сайысының апталық шығарылымы осымен аяқталды. Біз күн ыстықта, алда жаз мезгілі келе жатыр, барлығымыз ыстықта шөлдегенде су ішеміз. Ал жанымыз шөліркегенде біз қайда барамыз, неге жүгінеміз? Әрине кітапқа. Ендеше барлықтарыңызды кітап оқуға шақырамыз. Сау саламатта болыңыздар.